Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбірлес сөздер. Оқушылар, біздер білеміз алдағы өткен сабақтан, түбір деген сөздің одан әрі бөлінбейтін бастапқы бөлігі. Міне, бал сөзіндегі түбір, бал, одан әрі ол бөлінбейді. Енді осы бал сөзіне ық деген жұрнақты қосатын болсақ, бұл туынды сөзге айналады. Келесі сөз балықшы, түбірі бал, оған ық және ш деген екі жұрнақ жалғанып балықшыға айналды. Енді барлығының түбірі бір сөзден болып, оған әртүрлі жұрнақ жалғанса, бұларды түбірлес сөздер дейміз. Оқу, оқушы, оқулық. Міне осы сөздердің барлығында да түбір оқу, ал оған жұрнақ жалғанып әртүрлі сөзге айналды. Бір түбірден тараған сөздерді біздер түбірлес сөздер дейміз. Біл, білім, білімді, білгіш. Барлығының түбірі біл. Қай сөзде түбірлес сөз болмайды? Анықтап қарайықшы. Суретке қарайық. 25-ші жаттығу. Оқу, оқушы, оқулық, оқуға. Қайсына? Бұлардың қайсысы түбірлес сөзге жатпайды? Оқуға. Себебі оған міне не жалғанып тұр? Ға деген жалғау жалғанып тұр. Түбірлес сөз болу үшін барлығы бір түбірден болады және оған жұрнақ жалғану керек. Енді 23-24 жаттығуларды өз беттеріңізше орындаңыздар. 24 жаттығуды үй жұмысына алыңыздар. Жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жазыңыздар 23 жаттығуда. Ал 24 жаттығуда жаңылтпашты жадқа жазып, түбірлес сөздерді табыңыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.